Атамекен жалпы білім беретін мектебінің орыс тілі және ағылшын тілі пәні мұғалімдерінен құралған формула язга зерттеу тобымыздың 7-ші сыныбына орыс тілі бойынша жүргізілген сабақты зерттеу жұмысын ұсынамыз. Біздің сабақты зерттеу тақырыбымыз ойын тілдік дағдылар кілті. Бұл тақырыпты алғандағы ең бірінші біздің проблемамыз, яғни зерттеу сұрағымыз орыс тілінен 7 сынып оқушыларының жазылым, оқылым, тыңдалым, айтылым дағдыларын жетілдіруде ойын элементтерін қолданып оқытудың ықпалы қандай? Бұл зерттеу сұрағынан кейін біз зерттеу саны 7-ші сынып қылып алған едік. Бұл зерттеу сұрағын алғандағы мақсатымыз ойын элементтері арқылы 7 сынып оқушыларының орыс тілінен жазылым, айтылым, тыңдалым және оқылым дағдыларын дамыту, оқушылардың пәнге қызығушылығын арттыру және тілдік ортада еркін қарым-қатынас жасауға дағдыландыру. Бұл зерттеу жұмысын іске асыру үшін біз осындай 4 дағдыны дамыту барысында осындай әдіс-тәсілдер мен цифрлық қолтаңбаларды қолдандық. Яғни бірінші инсерт тыңда да жаз әдісі, екінші сөзді жалғастыр оқы да айт әдісі, үшінші сұрақ-жауап кім жылдам әдісі, төртінші суретпен сөйле әдісімен мұғалім Тейдж, WordWall, Zipgrid цифрлы ресурстарын қолдандық. Әр аптаның сейсенбі күні сабақты жоспарлау, жұма күні сабаққа қатысу және талдау жұмыстары жүргізілді. Сабақта 3 деңгейлі талдауды қолдандық. Фила, Гроу, ойлаудың 6 қалпағы. Топтың аты формула языка. Топ мүшелері: сабақ жүргізуші мұғалім Тайманова Мөлдір, дерек жинақтаушы бақылаушы Сабырова Қаламқас, процесті бақылаушылар Утепова Гүлзира, Бекмұрзаева Данагүл. Зерттеуге дейінгі және зерттеуден кейінгі сауалнаманың нәтижесін қорытындылай келе, сабақтардың басым бөлігі оқушыларға қызықты болды, ойын элементтері мотивацияны арттырды, оқу материалын түсінуге оң әсер етті. Ең жоғары даму айтылым дағдысында байқалды. Сабақты зерттеуде 7 сыныпқа арналған орыс тілі оқу құралы, интерактивті оқыту технологияларын пайдаландық. Біз сабақты зерттеу нәтижесінде сыныптың білім сапасының артқанын айта аламыз. Бастапқыдағы 50% сапа 56%-ға артты, өсім 6%. Бұл зерттеу әдісі оқушылардың білім деңгейінің тұрақты өсуінің нәтижелерін, оң динамика көрсетуін және ойын элементтері арқылы оқыту тиімді екенін дәлелдеді.